Көрші Өзбекстанда 25.000 қари бар. Көрші бізден аз Қырғызстанда 5.000 қары бар. Құран жаттаған. Бізде Қазақстанда қанша қари бар? Айтыңыздаршы. 300-дей қари бар дейді. Ол 300 дегені бір бітіргені қолдарына сол 300-дің бәріне Құран беріп хатым шық десе, мұқалатындар да бар. Судырап тұрып, су болып ағып тұрған жоқ 300-ның бәрі. Бүкіл 17 миллион халыққа 300 қари. 300 қари. Мектепке қарилыққа жаттатуға баласын бермейді. Өйткені бере жатып айтады, мен балам кім болады дейді. Оның баласы міндетті түрде финансист, президент, бастық болу керек та сол жерде. Міндетті түрде. Ондай болмай ма, онда бермеймін дейді. Сонда Раббыңның сөзін білмесең, оған зейін қоймасаң, онда неге мен мұсылманмын деп көкірегіңді ұрасың, айтыңызшы. Құранды сауатты оқи алмау, бұл сіздің бетіңізге ар, бауырлар. Қатты айтты демеңіз. Бірақ егер намысыңыз болса, Құранды ашып соны оқып үйренесіз. Соған зейін қойып, соған уақытыңызды бересіз. Пайғамбарымыз айтады, Құраны жоқ, мұсылман егесіз қалған үй сияқты дейді. Атқора ол. Ол жерге әр нәрсе кеп дәрет сындырып кететін егесіз үй ол. Сондықтан бауырлар, Құрансыз мұсылман атану бұл өте ар намыстың жағдайы. Көңіл бөліңіз. Құран жаттаған қариларымыз бар. Құраннан сауатты сабақ беретін азаматтарымыз бар. Есіктеріміз ашық. Келіңіздер. Оқып үйреніңіздер. Ғылымға көңіл бөлмеу мұсылманды адастырады. Қазір араларыңыздан тұрғызып алып, мен сұрайыншы, 40 парызды айтып бер дейінші. Мүдірмей айтатындарыңыз бар ме екен? Осы жердегі айтылған сөз жай ғана, ой, керемет айтылды деп үйге барып, қайтадан тыныш ұйқыға барсын деп айтқым келмейді. Бәлки сіздерден, бауырлар, амал күткім келеді. Өйткені мен сіздерге иншалла аманатымды жеткіздім деп түсінемін. Ал енді осы аманатқа жауабын сіз Алланың алдында өзіңіз беріңіз. Саған осылай айтылмады ма, саған осылай деп айтылмады ма, ескертілмеді ма деп сұралатын ол енді сіздерсіздер. Мен өзімнің мойнымдағы жеткізетін нәрсемді жеткіздім, бауырлар.